Айман Қуатованың есімі режиссер ретінде өнер айдынында жақсы танымал. Аймақтағы режиссерлердің анасы атанған ол, саналы ғұмырында облыстың мәдениеті мен өнерін дамыту жолында аянбай еңбек етті. 85 жасқа толған сала ардагерін Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармония ұжымы құттықтап, сый құрмет көрсетті. Ғибратты ғұмыратты шырайлы шараға өңірге белгілі өнер майталмандары мен мерейтой иесінің шәкірттері қатысты. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, режиссер, ұстаз Айман Қуатованың аты аталса, облыстағы театрландырылған көріністер мен көпшілік мәдени шаралар еске түседі. Өйткені ол түрлі мәдени іс-шаралардың басқасында жүрді. Режиссер ретінде өңірде оның ізі қалмаған елді мекен жоқтың қасы. Şu телевидениеден басталды. Одан кейін жаңағы неге келдім, онымызға келдім. Онымызда өзімнің мамандығым бойынша жұмыс жасадым. Күй атасы Құрманғазының ұстазы, ұзақ күйшінің шөбересі Айман Сейсенғалиқызы туралы көп айтып, жазуға болады. Апамыздың негізі сол өнер үшін жаратылған деп айтам ғой. Инициативасы көп, ойы көп. Ән сағатта тек шығара қояды ғой бірдеңен дейді. Біз таңғалатынбыз. Қарап, енді біз шамалы кішілекпіз ғой одан. Сонда біз апам молодец. Қазір бірдеңен ойлап шығарады. Сондықтан бізбен істегенде біз ол кісіден көп мектеп болып бізге. Өнерлі шаңырақта ұлы ақын Қадыр Мырза әлі жиі болып дастарханнан дәм татқан көрінеді. Елдегі жаңалықтар мен өнердегі өзгерістер осы үйде айтылыпты. Мерейтой иесіне арналған шарада әнші композитор жерлесіміз Донеділ Қажым сөз сөйлеп, естеліктермен бөлісті. Сол кісінің ұрпағы мүмкін бұл кісінің жаңағы қаражайы болу мүмкін емес еді. Бір жерден жарып шығатын жаңағы телевидение бола ма, жазушылар одағы бола ма, айналып келген бар мәдениетке қайтып келіп, соның ең биік дәрежесіне дейін жетіп, елге еңбек сіңірген адам. Мерейтой иесін құттықтауға әріптестері мен шәкірттері көп келді. Ұстазға деген құрметтің нағыз үлгісін көрсетіп, сахналық қойылым қойды. Елімізге танымал өңірімізден шыққан әншілер әсем әндері мен кештің шырайын келтірді. Егек тілектер тоғысқан шараға той иесі аналық алғысын білдірді. Өнер адамдары қазір осында бәрі отыр. Осылардың арқасында мен осындайға жеттім. Өшпес өнердің бір кірпіші болып қаланған жанның жақсылығы жылдар бойы жаңғырып, шәкірттерінің жүрегіне мақтаныш ұялатары сөзсіз. Лоқпан Елеу, Асланбек Саламатов, Таңшолпан Әмірқанова, Ақжайық ақпарат.